бір жеңшелердің жан айқайы ғой енді, мен айтайын деп. Сен елдің арасында айтсайшы деп, оларды айтады ғой енді, екі жақтан да айтайыншы. Ешкім ренжімесін, елу-елу болып қайтайық. Сөйтіп айтады да, кейбір еркектерден де кетеді енді. Қалай кетеді? Жұмыста бір күшті анау ше, ой, осы ойлап қаласың көркем мінезді екен деп. Ассалаумағалейкум деп жүрген кезде, машалла, риза болып қаласың да, үйіне барсаң қабағын ашпайды дейді анау айтады. Бір жеңшелердің жан айқайы ғой енді, мен айтайын деп. Сен елдің арасында айтсайшы деп, оларды айтады ғой енді, екі жақтан да айтайыншы. Ешкім ренжімесін, елу-елу болып қайтайық. Сөйтіп айтады да, сонда негізінде үйге келіп көркем мінезділік таныту лайықтырақ емес па деп жатыр да, менен сұрап жатыр ғой. Қалай ойлайсыздар сіздер? Үйге келіп көркем мінез көрсету лайықтырақ па, әлде сырттағыларға деген? Бұл пайғамбардың сипаты сондай ма еді? Сыртта сахабалар егелбе Айша, қойшы, шай қойшы деп қарны ашып келеді деген бе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Жоқ, бұл үлкен сүннетке қайшы болады. Бұл пайғамбардың үлкен сүннетіне қайшы болады бұл нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйінде қандай көркем мінезді, сыртта да сондай. Сыртта адамдармен мәмілесі қандай, үйде одан екі есе болады дейді. Сендердің ең жақсыларың деді, тіпті не деді? Өзінің отбасына жақсы болғандары деді.